Bizim taqырыбымыз Қобыланды батыр жыры кейіпкерлер бейнесі. Сабақтың алдында бір-бірімізге шаттық шеңберін құрып, жақсы көңіл күй тілеп алады. Мен саған жүрдім. Сәттілік тілеймін. Мен саған сәттілік тілеймін. Қалғандарыңызда өзара жақсы. Мен саған Бақыт, мен саған осы сабақты жақсы айтуына тілектеспін. Ары қарай жалғастырамыз. Мен саған сәттілік тілеймін. Тезірек. Сен маған не тілейсің? Жақсы, рахмет. Балалар, бүгінгі жақсы көңіл күймен осы сабағымызды бастаймыз балалар. Бізге берілген сабақтағы оқу мақсаты Қобыланды батыр жырының кейіпкерлер образын портрет пен іс-әрекеті арқылы ашу, әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу балалар. Және осы оқу мақсатынан шығатын сабақ мақсаты Қобыланды батыр жырындағы кейіпкерлердің портрет пен іс-әрекетін анықтай отырып, образын ашады, жырдағы екі бейнені салыстырады, қарама-қарсы суреттеулерді табады, өмірмен байланыстыра баға береміз балалар. Бүгінгі сабағымыздағы қол жеткізетін мақсаттарымыз осы екен. Және біздің сабақ мақсатынан шығатын бағалы критерий кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға бере отырып, образын ашу, жырдағы екі кейіпкердің бейнесін салыстырамыз. Келесі балалар, өткен сабақтарда жалпы Қобыланды батыр жырын туралы не білеміз? Алдыңғы сабақтарымыз бойынша мен осы ой қозғау стратегиясы арқылы сендерге сұрақ қойғым келіп тұр. Батырлар жырының ерекшеліктері қандай балалар? Басқа ауыз әдебиетіне қарағанда батырлар жырының қандай ерекшелігі бар? Оның тақырыбы, идеясы деген сияқты. Кім айта қояды? Қай топ бізге дайын? Апай, Бейбіт, жақсы. батырлар жырының ерекшелігі әр батырдың өз ерліктері және өз елін қорғаған, жаулардан қорғаған ерліктері. Тамаша. Және батырлар жырынан олардың ата-анасы жайлы айтылады. Жақсы. Және кімге қосылады? Жақсы. Мына топқа қандай белгі береміз? Жарайсың деген, иә? Тамаша. Келесі, Қобыланды батыр жыры қандай жыр? Кім айтады? Қобыланды батыр жыры қандай жыр? Ал балалар, Қобыланды батыр жыры қандай жыр? Эпостық батырлар жыры. Тамаша. Жақсы. Келесі, жырдағы кейіпкерлерді атаймыз. Ал, мына топ. Және аналық. Және кімге? Құртқа, тамаша. Естеміз. Қарлығаш. Сосын? Екінші қызыл ер. Тамаша, қызыл ер. Жақсы. Келесі сұрағымыз Қобыланды қызыл ерді Қобыландыны естеміз қалай баулайды? Неге баулайды? Естеміз кім еді жалпы? Тұрасеніз қойшының басшысы, ол Қобыландыны батыр қылып тәрбиеледі. Тамаша. Жақсы, иә? Дұрыс па жауап? Дұрыс. Келесі Қобыланды қызыл ерді қалай жеңеді дейді. Оқулықтан тауып оқып берсеңдер де болады балалар. Қалай жеңді? Кім тауып оқып береді маған? Төсекте жатып қызыл ер Қобыландыны көреді. Аяғымен күресте, бір аяғын береді. Ал осы жерде күресіп тұр. Енді қалай жеңді? Кім айтады маған? Қалай жеңді? Қызыл ерді сүйретті қылып күйретті. Ішінде шеңгел үйінде өкпе балғын күйретті. Тақымға салып сүйретіп қабырғасын күйретті. Кім балалар? Қандай балалар? Тамаша, иә? Жақсы. Жарайсыздар балалар. Ой қозғап біз өткен сабақтарды не істедік? Есімізге түсірдік. Енді балалар, дәптерімізді ашамыз. Осы бойынша жырдың кейіпкерлерін Қобыланды батыр жырындағы 4 бөлікке бөлінген, ата-анасы, туыстары, жаулары және жанашыр достары. Там осы бойынша
оқып жіберейік. Аналықтай бәйбіше елуге жасы келгенде, көзімді ашпай дүниеден өтем бе дегенде. Тамаша. Ал Тоқтарбай туралы? Тоқтарбай туралы қай жерде? Атасының Тоқтарбай халықтан астам болды бай, байлығында есеп жоқ. Бай кедейін көрді, қыс қыстауы қарасынан көкке таластым. 80-ге жасы келгенше бір бала көрмей Тоқтарбай қайғымен қап жұтып. Тамаша. Жарайды, мына тоқтар қалыңдай белгі береміз? Жарайсыңдар деп, иә? Келесі, туыстары туралы кім айтады? Туыстары кім еді? Туысы кім еді? Қарлығаш. Тамаша, орнымызда тұрып айтамыз. Қарлығаш туралы жырда қай жерде берген? Қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. Қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. Тамаша. Келесі, жаулары кім? Жаулары Қызыл ер. Жақсы, бізде өзінде де Қызыл ер екен, иә? Ал енді Қызыл ердің жау екенін бейнелейтін жерді кім тауып береді? Қызыл ерді сүйреткісі келіп күйретті, ішіндегі шеңгелі тікенге өкпе бауырын күйретті, тақымға салып сүйретті, қабырғасын күйретті. Жақсы. Тағы кім айтады? Қызыл ердің зұлымдығын, жау екендігін қай жерден кім тауып береді маған? Және Қызыл ердің қандай адам екендігін? Ол не істейді? Оны қай жерден табамыз? Жырдан тауып берші. Төсекте жатып Қызыл ер Қобыландыны көреді, аяғымен күрестеп бір аяғын береді. Бұл жерде не айтып тұр? Ол Қобыландыны менсінбей аяғымен күрестеп бір аяғын береді. Жақсы. Бұл жерде Қызыл ердің кесапаттығы мінезіне арнайы жанашыр достары кім? Жанашыр досы. Жақсы. Естеміз туралы қай жерде айтқан? Естеміз деген ел еді деп. Естеміз кім еді? Жалпы. Қандай ел еді? Қойшылардың, Тоқтарбайдың 90 қолының бастығы Естеміз деген ер екен. Ол Қобыландыны не істейді? Ал, жақсы. Енді тақтаға шығамыз. 3 топтан 3 адам шығады да, маған Қобыландының салыстырмалы талдау жасаймыз. Қобыланды мен Қызыл ердің қарама-қарсы екі бейнені салыстыра отырып талдау жасаймыз. Біздегі мақсатымыз сол еді, иә? Қобыландының ерекшелігі қандай? Қызыл ердің ерекшелігі және олардың ортақ қасиеті туралы 3 адам тоқтаға шыға қойды. Алып күштің бай иесі. Жақсы, тамаша. Отыра қой. Келесі? Жауыз тек өзін ойлайды, мақтаншақ. Тамаша. Қосыламыз ба? Қосыламыз, иә? Жақсы. Келесі біздегі тапсырма балалар. Попс формуласы арқылы біз осы 4 сөйлемді өзіміз эссе ретінде жазып шығамыз. Неге жазамыз? Тақырыбы қандай екен? Бұл қазіргі заманның батырлары. Қобыланды тобылғын енді тораққа отырып, әкесінің атқосшысы Естемес атты жерге келеді. Күн ұясына бата бастаған уақытта Қобыланды бір шүк естиді. Естеместен оның анық-қанығын білген соң, Көктімайған ханның ай жүзді қызы
Себебі мен оны былай дәлелдедім. Ол болса менің қазақ Жеңді. Тамаша, үшінші сөйлем. Оны мен мына фактілер мысалдармен дәлелдей аламын. Қай жерде жеңіске жетті? Афина Олимпиадасына, Сидней Олимпиадасында, 2000 жылы Сидней Олимпиадасында 20 жасында естеді ол? Жеңіске жетті. Тамаша. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім. Мына жерде айтқан қорытынды саған да қатысты бола салады. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды. Мен мынандай қорытындыға келдім. Бекзат Саттарханов ол қазіргі заманның батыры деп білемін. Тамаша. Жақсы. Жарайды, отырады. Келесі мына топ не дейді? Қазіргі заманның батыры деген кім не айтады? Сен ба? Сен не жаздың? Менің ойымша Мұхтар Әбубәкіров ол космонавт. Менің ойымша ол бірінші қазақ ғарышкері. Ол ғарышта себебі мен оны былай түсіндіремін. Ол бірінші қазақ ғарышкері. Ғарышқа ұшты, иә? Жақсы. Үшінші сөйлем, оны мен мына фактілермен мысалдармен дәлелдей аламын дейді. Қай жылы, қай жерде ұшты? Қай жылы ұшты? Ғарышқа? 1991 Осы сендерге тапсырмын. Және ма балдар? Біліп кетеміз. Айтырай, соңғы сөйлем. Қандай қорытындыға келемін? Ғарышқа ұшу оңай емес. Ол қорқынышты ішінде сақтап қойды. Жақсы. Қазір енді оқулығымызды ашамыз. Оқулығымыздың 41-ші бетін ашыңдар. Оңай сұрақтар және қиын сұрақтар деген түрде. Осы Қобыланды батыр бойынша оңай сұрақтарды құрастырамыз. Бір топ, бір сұрақтан ғана. Және қиын сұрақтан. Оңай сұрақ дегеніміз мынау. Кітаптың ішінде жауабы бар. Қобыланды батыр жырының сұрақтың жауабы бар. Ал қиын сұрақ деген өз ойымызбен айтатын. Өз пікірімізбен, өз көзқарасымызды білдіретін. Болады. Сол параққа келесі бетте жазыңдар. Жарайды ма? Қазір мен 3 минут уақыт беремін. Оңай және қиын сұрақ. Бірлесе отырып жұмыс жасаймыз. Ал 1, 2, 3. Жақсы. Бірінші топ болды. Ал бірінші. Қай топқа қоямыз сұрағымызды? Ал екінші топқа. Ал оқи қойыңыз. Тыңдаймыз екінші топ. Тоқтатамыз болды. Екінші топ. Қобыланды кімнен ақыл алды? Ал Қобыланды кімнен ақыл алды дейді. Оқулықта, кітабымызда үзіндіде бар. Ал Сендер Қобыландының орнында болсаңдар не істер едіңдер? жақсы, плагиат болып қоямын бұл жерде. Мен сұрағымды алып жатыр. Ал жақсы. Жақсы. Тамаша. Енді мына топ сұрақтарын дайын ба? Қоя аласыңдар ма? Ал мына топқа қой. Ал естемес деген кім еді? Ал айтамыз. Басшысы, Тоқтарбайдың қойшыларының оқуларының басшысы, ол Еру, Жанашыр досы. Жақсы, екінші сұрақ қандай? Екінші сұрақ қандай? Жоқ па? Ал, мына топты кімге? Ана топты қойыңыздар ма? Ал, қоямыз. Оңай сұрақ. Естімес кім? Естімес деген ол Тоқтарбайдың Тоқтарұлының басшысы. Батыр болды. Қобыландының ұстазы ретінде. Ал екінші сұрақ? Қиын сұрақ. Сен Қобыланды батырдың орнында болсаң еді не істер едің? Мен Қобыланды батырдың орнында болсам не істейсің? Өз еліңді құтқарар едім. Жақсы, өз елін құтқарар едім. Жақсы балалар, бүгін осымен сабағымызды аяқтаймыз. Біздің мына жерде тапсырмамыз тұр. Егер де мен батыр болсам деген сөйлемді көрдіңдер ма? Иә. Сол сөйлемді аяқтап